Таразы. Амалдардың сұрақ жауабы біткеннен кейін әділдік үшін пенденің амалдары таразыға тартылады. Қиямет күні зұралық таразысын қоямыз. Сонда ешкім әділетсіздікке ұшырамайды. Бір ұрық түйірінің салмағындай амалдың өзін таразыға саламыз. Қиямет күндегі таразылау әділдік өлшемі. Таразысының жақсылық жағы ауыр тартқан азаптан құтылушылар. Ал енді таразының жақсылық жағы жеңіл болғанда, яғни жақсылық жағы жеңіл болып, жамандық жағы ауыр болса, аяттарымызды жалғанға шығарулары себепті өз-өздеріне зиян етушілер болады. Амалдары таразыға салынған уақытта біреудің таразысы жақсылықпен ауыртатса, ол разы болатын бір жәннатта болады. Ал енді кімнің таразысы жақсылықпен жеңіл тартса, яғни жаманшылығы көп болса, оның орны хауия тозақта болады. Амалдар таразыға салынып, есеп біткеннен кейін әрбір пенденің амал дәптері қолына беріледі. Амал дәптері қолға үш жақтың бірінен беріледі. Оң және сол және арқа жағынан беріледі. Амал дәптері оң жағынан берілген пенде жәннаты болғанын түсініп қуанышқа бөленеді. Амал дәптері сол және арқа жағынан берілген пенде тозаққа баратынын біліп қайғыға түседі. Қиямет күні сұраққа тартыласыңдар. Еш нәрселерің жасырылмайды. Кімнің кітабы оң жағынан берілсе, ол адам амал дәптерін алып оқыңдар. Расында мен осы есепке кездескенімді ойлап жақсы амал қылып дайындық жасаған едім дейді. Сонда ол қуанышты тіршілікке жоғарғы жәннатта болады. Оған жәннаттың жемістері жақын салбырап тұрады. Жәннаттағыларға өткен дүниеде істеген ізгі амалдарының арқасында ішіп жеңдер делінеді. Ал амал дәптері сол жағынан берілген әттеген-ай, амал дәптері берілмесе еді, есебімнің қандай екенін білмесем екен, әттең-ай, іс бітіп кеткен болса еді, яғни қайта тірілсем еді. Жинаған дүние маған еш пайда бермеді, күш қуатым жойылып кетті дейді жаһаннамның қорғаушы періштелеріне. Оны ұстап байлаңдар да лаулаған тозаққа салыңдар. Одан кейін оны 70 құлаш шынжырмен матаңдар деп делінеді.